Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Айсұлу айна алдында ұзақ тұрды. Бүгін ол өзін өзгеше сезінді. 52 жасқа келгенше өмір оны талай сынақтан өткізген еді. 29 жыл бұрын тұрмысқа шыққан. Жолдасы Ермек 3 жыл бұрын жүрек талмасынан қайтыс болған. Сол күннен бері өмірі бір сарынды арнаға түсіп кеткен. Таңертең жұмысқа барады, кешке үйге келеді. Теледидар қосады, қызы хабарласады, немересінің суреттерін көреді. Сосын үнсіз ұйықтап кетеді. Кейде адам жалғыздыққа үйреніп кетеді дейді. Бірақ шын мәнінде ешкімде жалғыздыққа үйренбейді. Телефон шыр ете қалды. «Апа, дайынсың ба?» деді қызы Мадина. «Е, бармай қоймайсың ба? Шашап қаласың». Айсұлу жымиып қойды. 40 жылда бір болатын түліктер кездесуі ғой, барып қайтайын. «Өзің біл, бірақ кеш жүрме». «Жарайды». Телефонды қойған соң шкафтың түбінде жатқан көк көйлекті шығарды. Оны соңғы рет жолдасының мерейтойында киген. Көйлекті қолына ұстап тұрып, көзіне жас келді. «Ермек, сен кеткен соң мен де өмір сүрмей қойғандаймын ғой». Ол көз жасын сыртып киіне бастады. Бүгін өткен өмірдің бір есігін ашатын күн екенін өзі де білмеді. Мектеп ауласына кіргенде жүрегі дүрсілдеп кетті. Бәрі өзгерген, бірақ бәрі сол күйінде қалғандай. Сол футбол алаңы, сол теректер, сол баспалдақ. Тек адамдар ғана қартайған. Айсұлу, ол артына бұрылды. Жанар, екі әйел құшақтасып мәз болып кетті. «Сен мүлде өзгермепсің. Қойшы, әжіміңді көрмей тұрсың ба?» «Бәрімізде бар». Олар күлісіп ішке кірді. Мектептің акт залы адамға лық толы екен. Бірі мұғалім болыпты, бірі кәсіпкер, бірі шетелге кеткен. Бірі өмірден өтіп кеткендердің суреттерін көріп, үнсіз көз жасын сүртіп тұр. Өмір ешкімді аямайды екен. «Біздің сынып толық жиналды ма?» деп сұрады Айсұлу. Жанар сәл ойлан. «Бір адамды әлі көрмедің». «Кімді?» «Нұрланды». Айсұлудың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Нұрлан?» Жанар аңдамай айтып қойған түсінді ме? Иығын қиқаң еткізді. «Иә, естуімше келеді екен». Айсұлу үндемеді. Нұрлан. Осы есімді естігелі 30 жылдан асса да, жүрегінде әлде бір дірел пайда болды. Мектептегі алғашқы махаббат. Ешкімге айтпаған құпиясы. 11-ші сыныпта Нұрлан оған үнемі көмектесетін. Есеп шығарып береді, үйіне дейін шығарып салады. Кітапханадан кітап алып береді. Бірақ ешқашан сезімін ашық айтпаған. Ал мектеп біткен соң Нұрлан әскерге кеткен. Кейін басқа қалаға көшіп кеткен деген хабар естіген. Содан кейін тағдыр екеуін екі жақ қалып кеткен еді. Айсұлу? Ол селк ете қалды. Таныс дауыс. Баяу бұрылды. Қарсы алдында шашына ақ кірген, бойы әлі тік, жанары бұрынғыдай жылы ер адам тұр екен. «Сәлем». Айсұлудың ерні әрең қимылдады. «Нұрлан?» Нұрлан күлімсіреді. «Таныдың ба?» «Танымағанда ше. 50 жылдан кейін көрсеміз деп кім ойлаған?» Екеуі үнсіз қарап қалды. Айналадағы адамдардың дауысы алыстан естілгендей болды. Тек екеуінің тынысы ғана анық сезілді. «Қалайсың?» деді Нұрлан. «Жақсы. Жолдасың қалай?» Айсұлу төмен қарады. 3 жыл болды қайтыс болғанына. Нұрланның жүзі өзгеріп кетті. «Кешір. Сен ше?» «Әйелім 7 жыл бұрын өмірден өтті». Тағы үнсіздік. Екеуі де жалғыз екен. Осыны ойлаған сәтте жүректерінде түсініксіз мұң пайда болды. Кеш қызу жатты. Бәрі ән айтты, биледі. Ескі суреттер көрсетілді. Ал Айсұлу мен Нұрлан бір үстелде қатар отырды. «Есіңде ме?» деді Нұрлан. «Не?» 11-ші сыныпта сенің алгебра дәптеріңді жоғалтып алған. Айсұлу күліп жіберді. «Сен оны 3 күн бойы іздедің. Өйткені сен маған қатты ренжідің». «Ренжігенім рас. Ал мен...» Нұрлан сөзін аяқтамай қалды. «Не?» «Сол кезде саған ғашық едім». Айсұлудың қолындағы кесе сәл дірілдеп кетті. «Не дедің?» Нұрлан жымиып қойды. «Енді айтпасам болмайтын шығар деп ойладым». «Сонда...» «Иә, бірақ батылым жетпеді». Айсұлудың көз алдына мектептегі күндер келді. Дәлізде күтіп тұрған Нұрлан. Сабақтан кейін бірге қайтқан жол. Қарап тұрып ештеңе айта алмаған 2 жас. «Мен де...»
деді Айсұлу ақан. Не? Мен де сені ұнататынмын. Нұрлан көзін жұмып алды. Сосын жай ғана күлді. Қараш, екеумізге 30 жыл керек болыпты ғой. Екеуі де күліп жіберді. Бірақ сол күлкінің астарында өкініш бар еді. Кеш аяқталуға жақындады. Айсұлу сыртқа шықты. Күздің салқын самалы бетіне тиді. Үйіңе қалай қайтасың? Деген дауыс шықты. Нұрлан екен. Такси шақырам. Мен апарып тастайын. Әуре болма. Әуре емес. Айсұлу аз ойланып, жарайды, деді. Көлік ішінде үнсіздік орнады. Радиодан баяу ән ойнап тұрды. Айсұлу. Иә? Саған бір сұрақ қойсам бола ма? Қой. Осы жындар ішінде мені бір рет болса да есіңе алдың ба? Айсұлу терезеге қарады. Көшедегі шамдар бірінен соң бірі сырғып өтіп жатты. Ұмыттым деп көп рет өзіңді алдадың, деді ол баяу. Бірақ кейде мектептің жанынан өтсем, есіме түсетінсің. Нұрлан рөлге қарап үнсіз қалды. Мен сені ешқашан ұмытпадым, деді біраздан соң. Көлік Айсұлудың үйінің алдына тоқтады. Ол есікті ашуға ыңғайланды. Айсұлу. Иә? Ертең саған хабарлассам, қарсы болмайсың ба? Айсұлу жүрегінің қатты соғып тұрғанын сезді. 52 жастағы әйел өзін 17-дегі қыздай сезінеді деп кім ойлаған? Ол Нұрланға қарады. Жанарындағы шынайылықты көрді. Сағынышты көрді. Өкінішті көрді. Бәлкім, үмітті де көрген шығар. Қарсы болмаймын, деді ақан. Нұрлан басын изеді. Онда ертеңге дейін. Айсұлу үйге кіріп кеткенше, ол көлігін жүргізбей отырды. Ал Айсұлу бөлмесіне кірген соң, айна алдында ұзақ тұрды. Жүрегі тыныш емес еді. 30 жылдан кейін қайта оралған бір есін, оның бүкіл өмірін өзгертуге дайын тұрғанын ол әлі білмейтін. Тумбочка үстіндегі телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Үйге аман жеттің бе, Нұрлан? Айсұлу еріксіз жымиды. Саусақтары дірілдеп жауап жазды. Иә, рахмет. Бірнеше секундтан кейін тағы хабарлама келді. Қайырлы түн, Айсұлу. Бәлкім, біздің әңгімеміз енді ғана басталған шығар. Айсұлу хабарламаға ұзақ қарап отырды. Сыртта күзгі жаңбыр сіркірей бастады. Ал оның жүрегінде көптен бері ұйықтап жатқан көктем оянған еді. Айсұлу сол түні ұзаққа дейін ұйықтай алмады. Телефонды қолына алып, Нұрланның соңғы жазған хабарламасын қайта-қайта оқи берді. Бәлкім, біздің әңгімеміз енді ғана басталған шығар. 52 жасқа келгенде біреудің хабарламасын күтіп, жүрегіңнің дүрсілдеуі ақылға қонбайтын нәрсе сияқты көрінетін. Бірақ дәл қазір солай еді. Таңғы сағат 6-та оянып кетті. Ас үйге кіріп, өзіне шай құйып отырғанда телефоны тағы да дыбыс шығарды. Нұрлан. Қайырлы таң, ұйқың тыныш болды ма? Айсұлу еріксіз күліп жіберді. Бірнеше секунд ойланып отырды. Сосын, қайырлы таң. Иә, тыныш болды. Сен ше? Деп жазды. Жауап көп күттірмеді. Өтірік айтпайын ба? Түнімен сені ойладым. Айсұлудың беті ду ете қалды. Ол телефонды үстелге қойып жіберді. Мына кісіге не болған? Деді өзіне өзі. Бірақ еріндегі күлкі жоғалмады. Айсұлу қаладағы кітапханада 20 жылдан бері жұмыс істейтін. Әріптестері оны сабырлы, салмақты әйел деп білетін. Ол ешқашан дауыс көтермейтін, ешқашан артық күлмейтін. Бүгінде жұмысқа уақытында келді, бірақ өзгелер бірден өзгерісті байқады. Айсұлу апай, көңіл күйіңіз жақсы ғой бүгін? Деді жас кітапханашы әсел. Солай ма? Я, тіпті күліп жүрсіз. Айсұлу не айтарын білмей қалды. Түлектер кездесуіне барып едім, содан шығар. Әсел басын изеді. Жақсы өткен сияқты? Я. Телефон тағы дір етті. Таңғы шайыңды іштің бе? Нұрлан. Айсұлу тез телефонды сөмкесіне салып қойды. Бірақ жүрегі тағы да енжіреп кетті. Түскі үзілісте ол кітапхана ауласына шықты. Күздің жылы күн еді. Орындыққа отырып, телефонын ашты. Жұмыстасың ба? Деп жазыпты Нұрлан. Я. Қатты сағындым. Айсұлу хабарламаны оқып отырып қатып қалды. Сағындым. Бұл сөзді оған соңғы рет қашан айтқанын есіне түсіре алмады. Ермек көзі тірісінде көп сөйлемейтін, махаббатын ісімен көрсететін. Ал Нұрлан сөз арқылы жеткізетін адам екен. Біз кеше ғана кездестік қой, деп жазды Айсұлу. 30 жыл күткен адамға бір күнде өз ұзақ. Айсұлу көзін жұмып алды. Жүрегі бұрынғыдан да қатты соқты. Сол күні кешке қызы Мадина хабарласты.
Апа, не істеп жатасың? Шай ішіп отырмын. Дауысын көңілді естіледі. Солай ма? Бірдеңе болды ма? Айсұлу сасқалақтап қалды. Жоқ, қызым. Денсаулығың дұрыс па? Иә. Онда жақсы. Қызы телефонды қойған соң Айсұлу терең дем алды. Өзі өтірік айтуды ұнатпайтын, бірақ бұл әңгімені қызына қалай түсіндіреді? Мектептегі алғашқы махаббатымен пайда табыстым дей ме? Мадина не ойлайды? Жұрт не дейді? 50 жастан асқан адамның махаббаты күлкілі көрінбей ме? Осы ойлар маза бермеді. Келесі күні Нұрлан күтпеген ұсыныс жасады. Түскі асқа шығайық? Жоқ. Неге? Ыңғайсыз. Кім үшін? Білмеймін. Айсұлу, біз қылмыс жасап жатқан жоқпыз ғой. Сонда да. Жарайды, онда жай ғана кофе ішеміз. Айсұлу үнсіз қалды. 1 сағат қана, басқа ештеңе сұрамаймын. 5 минуттан кейін жауап берді. Жарайды. Олар шағын дәмханада кездесті. Айсұлу келгенде Нұрлан орнынан тұрып қарсы алды. Келгеніңе рахмет. Өзім де білмеймін, неге келіскенімді. Мен білемін. Неге? Өйткені сен де мен сияқты осы әңгіменің аяқталмағанын сезесің. Айсұлу оған қарап қалды. Нұрлан өзгеріпті. Бұрынғы яң жігіттің орнында өмірдің ащы тұщысын көрген. Бірақ мейірімін жоғалтпаған ер адам отыр. Жалғыз тұрасың ба? Деп сұрады ол. Иә, қызым тұрмыста, басқа қалада. Ұлың ше? Үйленген, өз отбасымен бөлек тұрады. Демек, кешкі үйге барған кезде бізді ешкім күтпейді. Осы сөз екеуінің де жүрегіне ауыр тиді. Жалғыздықтың шынайы салмағы дәл осы сөйлемде жатқандай еді. Кофеден кейін олар саябақпен жүрді. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Деді Нұрлан. Сұра? Егер сол кезде мен саған сезімімді айтқанда не болар еді? Айсұлу ұзақ үнсіз қалды. Бәлкім тағдырымыз басқаша болар ма еді? Өкінесің бе? Кейде. Мен күнде өкіндім. Айсұлу тоқтап қалды. Нұрлан, иә? Біз қазір өткен өмірімізді өзгерте алмаймыз. Білем. Онда неге қайта кездестік? Нұрлан оған тіке қарады. Мүмкін қалған өмірімізді өзгерту үшін шығар. Айсұлу жауап бере алмады. Сол кеште үйіне келген соң, ол шкафтан ескі альбомды шығарды. Мектеп кезіндегі суреттер. Міне, сыныптағы топтық сурет. Артқы қатарда тұрған Нұрлан, бетіне күлкі үйірілген жас жігіт. Айсұлу саусағымен суретті сипап өтті. Сен шынымен мені сүйдің бе? Телефоны тағы дыбыс шығарды. Не істеп жатырсың? Ескі суреттерді қарап отырмын. 1 минуттан кейін жауап келді. Мен де. Одан кейін тағы бір хабарлама. Сенің 11-ші сыныптағы суретің әлі күнге дейін менде сақтаулы. Айсұлудың қолы дірілдеп кетті. Қалай? Әскерге кетерде өзімен алып кеткенмін. Оның көзіне жас келді. 30 жылдан астам уақыт бойы бір адамның жүрегінде сақталған естелік. Бұл жай ғана кездейсоқ ұнату емес еді. Түн ортасына жақын тағы да хат келді. Айсұлу, бір өтінішім бар. Қандай? Енді бір-бірімізден жоғалып кетпейікші. Айсұлу ұзақ отырды. Бұл сөздің жауапкершілігі ауыр еді. Өйткені бұл жай достық емес екенін екеуі де сезетін. Бірақ атын қоюға қорқатын. Ақыр ол қысқа ғана жауап жазды. Жоғалып кетпейміз. Бірнеше секундтан кейін Нұрлан, уәде ме? Айсұлу терең дем алды. Сосын, уәде де, деп жіберді. Телефон үнсіз қалды. Ал ол төсегіне жатып, төбеге ұзақ қарап жатты. Бір кезде қайтадан хабарлама келді. Қайырлы түн, Айсұлу. Бүгін мен көп жылдан кейін өзімді бақытты адамдай сезіндім. Айсұлу телефонын жүрегіне басты. Бірақ дәл сол сәтте оның ішіне белгісіз қорқыныш пайда болды. Бұл құпия қарым-қатынас қанша уақытқа созылады? Балалар қалай қабылдайды? Жұрт не дейді? Және ең бастысы, бұл махаббаттың соңы бақытпен аяқтала ма? Ол бұл сұрақтардың жауабын әлі білмейтін. Бірақ бір нәрсені анық түсінді. 30 жылдан кейін қайта оянған сезімді тоқтату бұрынғыдан әлдеқайда қиын еді. Айсұлу соңғы уақытта телефонды қолынан тастамайтын болып кетті. Таңертең көзін ашқан сәтте, қайырлы таң, түсте, тамақ іштің бе? Кешке, бүгінгі күнің қалай өтті? Бұл хабарламалар оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Бірақ адам қанша жасырғысы келсе де, өзгерісті жақындары байқамай қоймайды екен. Сол күні кешке қызы Мадина күтпеген жерден видео қоңырау шалды. Апа, немереңіз сізді сағынды. Экранда 4 жасар Айлин күлімдеп тұрды. Әже, құлыным, қалайсың? Олар біраз сөйлесті.
Немересінің қылықтарын көріп, Айсұлудың көңілі көтеріліп қалды. Бірақ әңгіме аяқталар тұста Мадинаның даусы байсалдана түсті. Апа, бір нәрсе сұрасам ренжімейсіз бе? Айсұлуның жүрегі шым ете қалды. Сұра. Соңғы кезде бір түрлі өзгердіңіз. Қалай? Бұрын телефонды көп ұстамайтын едіңіз. Қазір сөйлесіп отырғанда да біреудің хабарламасын күткендей боласыз. Айсұлу үнсіз қалды. Біреу бар ма? Деп сұрады қызы. Мадина. Шынын айтыңызшы. Айсұлу терең дем алды. Түлектер кездесуінде бір сыныптасымды көрдім. Сыныптасыңызды? Иә. Ер адам ба? Иә. Экранның ар жағында үнсіздік орнады. Апа, сіз қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Жоқ. Жасыңыз нешеде екенін ұмытып кеткен жоқсыз ба? Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне қадалған ине сияқты тиді. Махаббаттың жасқа қатысы бар ма? Деді ол ақырын. Апа, сіз 52-десіз. Ел не дейді? Ел менің жалғыз түндерімді көрген жоқ қой. Мадина қабағын түйді. Мен сіздің тағы да қиналғаныңызды қаламаймын. Қызым, асықпаңыз. Ер адамдарға сену қиын. Осыны айтып, ол қоштаспастан телефонды өшіріп тастады. Айсұлу ұзақ уақыт бойы экранға қарап отырды. Өз қызының түсінбегені жанына батты. Сол түні Нұрлан хабарласты. Даусың көңілсіз ғой. Қызын біліп қойды. Не деді? Қарсы. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Менің ұлым да біліп қойды, деді Нұрлан біраздан кейін. Қалай? Бүгін үйге келіп, телефонынан сенің хабарламаңды көріп қалыпты. Не деді? Нұрлан ауыр күрсінді. Осы жаста не жетпей жүр, деді. Айсұлу көзін жұмып алды. Екеуі де дәл осындай болады деп күткен, бірақ естігенде ауыр тиеді екен. Біз дұрыс істеп жүрміз бе? Деді Айсұлу. Нұрлан бірден жауап бермеді. Білмеймін, бірақ бір нәрсені анық білем. Не? Мен сені жоғалтқым келмейді. Келесі күні Нұрлан олмен кездесуге кетті. Ержан әкесінің қарсы алдында қабағын түйіп отыр екен. Әке, не болып жүр? Ештеңе. Сонда бір әйелмен хат жазысып жүргеніңіз өтірік пе? Өтірік емес. Сіз анамды ұмытып кеттіңіз бе? Нұрланның жүзі сұрланып кетті. Анамды ешқашан ұмытпаймын. Онда не үшін? Өйткені мен де адамым, балам. Осы жаста махаббат іздеп жүру ұят емес пе? Нұрлан алғаш рет ұлына қатқыл қарады. Ұят жалғыздық емес пе? Ержан үндемей қалды. Сен жұмыстан келіп, әйеліңмен сөйлесесің. Балаларын жүгіріп шығады. Үйіңде өмір бар. Ал мен үйге кіргенде үнсіздік қарсы алады. Ұлы көзін төмен түсірді, бірақ ашуы әлі басылмаған еді. Ол әйел сізді пайдаланып кетсе ше? Ол ондай адам емес. Қайдан білесіз? Нұрлан күлімсіреп қойды. Мен оны 40 жылдан бері білемін. Ал Айсұлу жұмыста отырған кезде қызы қайта хабарласты. Апа, ашуланбаңыз. Ашуланған жоқпын. Бірақ ойланыңызшы, ертең адамдар естіп қойса не болады? Адамдар бір күн сөйлейді де ұмытады. Ал сіздің жүрегіңіз ше? Айсұлу үндемеді. Мен сізді қорғағым келеді. Білемін, қызын. Онда абай болыңыз. Телефон сөнді. Айсұлу көзіндегі жасты білдірмей сүртіп алды. Балаларының алаңдауы орынды еді. Бірақ олар анасының қанша жылдан бері жалғыз өмір сүріп келе жатқанын ұмытып кеткендей көрінді. Кешке қарай Нұрлан кездесуді ұсынды. Олар бұрынғы саябақта жолықты. Ауа райы салқындап кеткен. Ағаш жапырақтары аяқ астында сыбдырлайды. Балалар не деді? Деп сұрады Нұрлан. Қарсы. Менікінде екен. Екеуі үнсіз жүрді. Біраздан кейін Айсұлу тоқтап қалды. Мүмкін осы жерден тоқтағаныңыз дұрыс шығар. Нұрлан оған жалт қарады. Не? Біз балаларымызды ренжітіп алмайық. Ал өзімізше? Біз үйреніп қалғанбыз. Жоқ, Айсұлу. Мен енді жалғыздыққа қайта оралғым келмейді. Айсұлу көздерін тайдырып әкетті. Қорқамын. Неден? Бақытқа сенуден. Нұрлан оның қолына алғаш рет қолын қойды. Мен де қорқамын. Айсұлу селк ете қалды, бірақ қолын тартып алмады. Бірақ қорыққан сайын өмірден қашып жүре берсек, соңында тек өкініш қалады. Егер бәрі дұрыс болмаса ше, онда ең болмағанда тырысып көрдік дейміз. Жел олардың шаштарын тербеді. Айсұлу төмен қарап тұрды. Сосын ақырын ғана. Маған уақыт бер. Нұрлан басын изеді. Қанша керек болса да күтемін. Шынымен бе? Мен 30 жыл күттім ғой.
Осы сөзді естігенде Айсұлудың ерні дірілдеп кетті. Ол еріксіз күліп жіберді. Сен бұрында осындай қыңыр едің. Ал сен бұрынғыдай бәрін жүрегіңе жақын қабылдайсың. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Сол сәтте телефон шырылдап қоя берді. Мадина. Айсұлуның жүрегі зу ете түсті. Алшы, деді Нұрлан. Иә қызым. Телефонның ар жағынан Мадинаның қобалжыған дауысы естілді. Апа, сіз қазір қайдасыз? Айсұлу Нұрланға қарап алды. Сырттамын. Жалғызсыз ба? Ол жауап бере алмай қалды. Бірнеше секундқа созылған үнсіздік бәрін айтып тұрғандай еді. Апа, деді қызының дауысы дірілдеп. Сіз шынымен сол кісімен бірге жүрсіз бе? Айсұлу көзін жұмды. Ол енді өтірік айтқысы келмеді. Иә, қызым. Телефонның ар жағында ауыр тыныс естілді. Онда бізге сөйлесу керек. Қоңырау үзіліп кетті. Айсұлу орнында қатып қалды. Ал Нұрлан оның жүзінен алаңдаушылықты байқап, «Не болды?» деп сұрады. Айсұлу ернін әрең қимылдатты. Мадина ертең келеді екен. Нұрлан үнсіз қалды. Екеуі де ертеңгі күн олардың өмірін мүлде басқа арнаға бұрып жіберуі мүмкін екенін сезді. Түн бойы Айсұлу көз іле алмады. Қызының «Ертең бізге сөйлесу керек» деген сөзі құлағынан кетпей қойды. Таң ата бере ас үйге кіріп өзіне шай құйды. Терезенің сыртында жаңбыр сіркіреп тұр екен. Күздің сұрқай күні көңіліндегі мазасыздықты одан сайын күшейтті. Телефонға қарады. Нұрланнан хабарлама келіпті. Ұйықтай алдың ба? Айсұлу біраз ойланып отырды да, «Жоқ, сен ше?» деп жазды. Бірден жауап келді. «Мен де бір түрлі қобалжып жүрмін». «Неден?» «Сені жоғалтып алам ба?» деп. Айсұлуның көзіне жас келді. Ол телефонды кеудесіне басты. Өмірінде алғаш рет біреу оны жоғалтып алудан қорқып тұрғандай көрінді. Түске қарай Мадина келді. Есіктен кіргеннен ақ жүзінің салқын екенін байқауға болатын. «Немеремді әкелмедің бе?» деп сұрады Айсұлу. «Жоқ». «Шәй ішесің бе?» «Апа, шәй үшін келген жоқпын». Айсұлу үнсіз үстелге отырды. Мадина қарсысына жайғасты. «Ол кісімен араласып жүргеніңіз рас па?» «Рас». «Неше күн болды?» «Кездесуден бері». «Сонда сіз шынымен ғашық болып қалдыңыз ба?» Айсұлу жауап беруге асықпады. Сосын баяу ғана. «Мен өзімді тірі адам сияқты сезіне бастадым, қызым». Мадина қабағын түйді. «Әкем ше?» «Әкеңді ешқашан ұмытпаймын». Онда неге? Өйткені өмір тоқтап қалмайды. Бірақ адамдар түсінбейді ғой. Адамдар үшін өмір сүріп шаршадым. Мадина анасына ұзақ қарады. Сіз өзгеріп кетіпсіз. Мүмкін мен өзіме қайта оралып жатқан шығармын. Қызы үнсіз орнынан тұрды. Мен әзірге бұл жағдайды қабылдай алмаймын. Білемін. Бірақ сізді жоғалтып алғым келмейді. Айсұлу қызын құшақтағысы келді. Алайда Мадина аса шап кетті. Есік жабылған соң ғана Айсұлу көз жасына ерік берді. Сол күні кешке Нұрлан хабарласты. «Кездесейікші?» «Қазір ме?» «Иә, саған айтатын маңызды әңгімем бар». Олар қала шетіндегі шағын шайханаға барды. Бұрыштағы үстелге отырып үнсіз шай ішті. Нұрлан бұрынғыдан да тұйық көрінді. «Не болды?» деп сұрады Айсұлу. Нұрлан біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын, «Мен саған бір шындықты айтпадым», деді. «Қандай шындық?» «Мен мектеп бітіргеннен кейін саған үйленгім келген». Айсұлу қозғала алмай қалды. «Не?» «Әскерге кетер алдында саған хат жаздым». «Қандай хат?» «Сезіміңді айтып, күтуіңді сұраған хат». Айсұлудың тынысы тарылып кетті. «Мен ондай хат алған жоқпын». Нұрлан ащы жымиды. «Білемін». «Сонда не болды?» Нұрлан шай кесесін қолына алды. «Әкем қарсы болды». «Неге?» «Сенің әкең қарапайым мұғалім еді, ал менің әкем жағдайы бар отбасынан қыз алғым келді деп шешті». «Сонда?» «Хатты өзі ұстап қалыпты». Айсұлу үнсіз қалды. Жүрегі дүрсілдеп кетті. «Кейін білдім, бірақ кеш еді». «Сен неге келмедің?» «Келдім». «Қалай?» «Әскерден соң сені іздеп бардым». Айсұлудың көзі үлкейіп кетті. «Қашан?» «Сенің ұзатылған күніңнің ертеңінде». Айсұлуның ерні дірілдеп кетті. «Жоқ». «Үйіңнің алдында тұрдым. Көршілерден сенің тұрмысқа шыққаныңды естідім». «Нұрлан». «Сол күні өмірімдегі ең ауыр күн болды». Ол көзін төмен салды. «Содан кейін басқа қалаға кетіп қалдым».
Айсылу көз жасын сүртті. Ал мен сен мені ұмытып кеткен шығар деп ойладым. Мен бір күнде ұмытқан жоқпын. Олар ұзақ үнсіз отырды. Екеуінің де өткен өмірі көз алдынан өтіп жатты. Егер сол хат жеткенде не болар еді? Егер Нұрлан ертерек келгенде ше? Егер бір рет болса да ашық сөйлескенде ше? Бірақ тағдырда егер деген сөздің пайдасы жоқ еді. Әйеліңді жақсы көрдің бе? Деп сұрады Айсылу. Нұрлан ойланып қалды. Құрметтедім. Ал сүйдің бе? Басқаша жақсы көрдім. Демек, жүрегімнің бір бұрышында сен әрқашан қалдың. Айсылу үнсіз көз жасын сүртті. Мен де кейде сені есіме алатынмын. Сонда неге іздемедің? Қорықтым. Неден? Сенің бақытты болып кеткеніңді көруден. Нұрлан оның қолын ұстады. Ал мен сені жоғалтқанымды мойындаудан қорықтым. Шайханадан шыққанда жаңбыр тоқтап қалыпты. Көшедегі ауа салқын еді. Олар көлікке отырмады. Жаяу жүрді. Біраздан кейін Нұрлан тоқтап қалды. Айсылу. Иә. Егер уақытты кері қайтара алсам, сені ешкімге бермес едім. Айсылу көзін тайдырып әкетті. Енді кеш емес пе? Бақыт үшін ешқашан кеш емес шығар. Ал балалар ше? Олар да бір күні түсінеді. Айсылу үнсіз қалды. Ал сен ше? Деді Нұрлан. Өкінесің бе? Айсылу ұзақ ойланды. Сосын баяу ғана. Өкінетінім, біз бір-бірімізді тым кеш таптық. Нұрлан оның жүзіне қарады. Ал қуанатыным. Не? Айсылу көз жасын сүртіп, алғаш рет оған тіке қарады. Қайта тапқанымыз. Нұрлан үнсіз күлімсіреді. Сол сәтте оның телефоны шырылдады. Экранда ұлы Ержанның аты жанып тұр екен. Иә балам? Ар жақтан мазасыз дауыс естілді. Әке, тез үйге келіңізші. Не болды? Апай құлап қалды. Қандай апай? Ананның әпкесі. Жағдайы ауыр сияқты. Нұрланның жүзі бозарып кетті. Қазір жетемін. Ол телефонды өшіріп Айсылуға қарады. Маған кету керек. Не болды? Үйде қиын жағдай. Айсылу басын изеді. Бар. Нұрлан кетуге асығып бара жатып кенет тоқтады. Айсылу. Иә. Бүгін айтқан сөздеріме ешқашан өкінбеймін. Мен де. Ертең хабарласам. Күтемін. Нұрлан көлігіне отырып кетіп қалды. Ал Айсылу жаңбырдан кейінгі дымқыл көшеде жалғыз қалды. Бірақ оның жан дүниесінде әлдеқайда ауыр дауыл тұрған еді. Ол бүгін өмір бойы іздеген жауаптарын тапқандай болды. Алайда тағдыр олардың бақытын тағы да сынауға дайындалып тұрғанын әлі ешқайсысы сезбеген еді. Нұрлан кеткеннен кейін Айсылу біраз уақыт көшеде тұрды. Жаңбырдан кейінгі ауа салқын еді. Айналадағы адамдар асығыс өтіп жатты. Біреулер үйіне қайтып барады, біреулер дүкен аралап жүр. Ал Айсылу өз өмірінің қай бақытқа кетіп бара жатқанын түсінбей қалғандай күй кешті. Үйіне жеткенде кешкі 9 болып қалған еді. Киімін ауыстырып, ас үйге кірді. Бірақ тәбеті болмады. Телефонға қайта-қайта қарап қояды. Нұрлан хабарласпады. Жағдайлары қалай екен? Ол уайымдай бастады. Сағат 10 болды, 11 болды. Телефон үнсіз. Ақыры өзі жазды. Бәрі жақсы ма? Жауап келмеді. Айсылу төсегіне жатты, бірақ ұйқы қашты. Түнгі сағат 1-ге жақындағанда ғана телефон дір етті. Ауруханада отамын, кейін хабарласамын. Осы бір сөйлем оның жүрегін шым еткізді. Өзің жақсысың ба? Деп жазды. Бірнеше минуттан кейін, жақсымын, тек шашадым. Таңертең Айсылу әдеттегідей жұмысқа барды, бірақ көңілі алаң еді. Кітаптарды орнына қойып жүріп те, ойы Нұрланда болды. Түске таман басы айналып кетті. Айсылу апай, түріміз бозарып кетіпті, деді әсел. Жай ғана шаршаған шығармын. Қан қысымыңыз көтерілген жоқ па? Жоқ. Ол сөзін аяқтай алмай орындыққа отыра кетті. Көз алды бұлдырап кетті. Апай! Әселдің даусы алыстан естілгендей болды. Жедел жәрдем шақырыңдар. Көзін ашқанда төбеде аппақ шам жанып тұр екен. Мұрынға дәрінің иісі келді. Айсылу ақырын қозғалды. Ояндыңыз ба? Деді ақ халатты дәрігер. Мен қайдамын? Ауруханадасыз. Не болды? Қан қысымыңыз күрт көтеріліп кеткен. Қатты күйзелгенсіз бе? Айсылу үнсіз қалды. Дәрігер қағазға бірдеңе жазды.
Қазір алаңдайтын ештеңе жоқ. Бірақ өзіңізді күтуіміз керек. Ол басын изеді. Сол кезде палатаның есігі ашылды. Айсұлу көзін көтеріп қарады. Есіктің алдында Нұрлан тұр екен. Оның жүзі сұрланып кеткен. Көзінде ұйқы жоқ. Айсұлу, сен... Нұрлан тез жанына келді. Қалайсың? Сен қайдан білдің? Әсел хабарласты. Әсел ме? Телефонынан менің нөмірімді тауып алыпты. Айсұлудың көзіне жас келді. Сен жұмыста емес пе едің? Маңызды емес. Ауруханада түнімен отаған жоқсың ба? Болдым. Сонда... Сенің жағдайыңды естігенде осында келдім. Ол оның қолын ұстады. Қатты қорқыттың. Түстен кейін Мадина келді. Палатаға кіріп келгенде Нұрланды көріп бірден тоқтап қалды. Сәлеметсіз бе? Деді Нұрлан орнынан тұрып. Мадина салқын ғана басын изеді. Апа, жағдайыңыз қалай? Жақсымын. Бөлменің ішін ауыр үнсіздік басты. Ақыры Мадина шыдай алмай. Сіз әлі осындасыз ба? Деді Нұрланға қарап. Нұрлан сабырмен жауап берді. Айсұлу жалғыз қалмасын дедің. Біз бармыз. Білемін. Онда, қызым, деді Айсұлу қатқылдау үнмен. Мадина анасына таңырқай қарады. Ол кетпейді. Бұл сөзді Айсұлу өзі де күтпеген еді. Палаташы тып-тыныш болып қалды. Мадина алғаш рет анасының көзіндегі батылдықты байқады. Апа, мен өмір бойы басқалардың көңіліне қарап өмір сүрдім. Бірақ қазір мені қолдаған адамды қуып шығарамаймын. Мадина үндемей қалды. Бірнеше минуттан кейін ғана. Мен дәлізде күтемін, деп шығып кетті. Кешке қарай Айсұлу мен Нұрлан жалғыз қалды. Терезенің сыртында күн батып бара жатты. Қызың маған ренжулі, деді Нұрлан. Уақыт керек. Ал сен ше? Не? Өкінбей жүрсің де? Айсұлу оған ұзақ қарады. Бүгін көзімді ашқанда ең бірінші сені көрдім. Сол кезде бір нәрсені түсіндім. Нені? Адамға қиын сәтте кімнің қасында болғаны маңызды екен. Нұрлан үнсіз оның қолын қысты. Мен енді сені жалғыз қалдырмаймын. Айсұлу күлімсіреді. Үлкен уәде беріп жатырсың. Мен 30 жыл кешігіп келдім. Енді кешіккім келмейді. Сағат 9 шамасында медбайке кірді. Туыстарың үйіне қайтсын, науқас демалу керек. Нұрлан орнынан тұрды. Мен ертең тағы келемін. Келме. Ол таңырқап қалды. Неге? Айсұлу күлімсіреді. Өйткені бүгін де келесің. Қалай? Кітап алып кел. Кітап? Иә, ұйықтай алмаймын. Нұрлан күліп жіберді. Қандай кітап? Махаббат туралы емес. Онда детектив алып келейін. Жарайды. Осы қарапайым әңгіме екеуін бұрынғыдан да жақындата түсті. Түнде Айсұлу оянып кетті. Палата қараңғы, тек дәліздегі жарық түсіп тұр. Ол су ішпек болып орнынан тұрғанда есіктің ар жағынан таныс дауыс естіді. Иә, дәрігер мырза. Жағдайы қалай? Нұрлан. Айсұлу есік саңлауынан қарады. Нұрлан орындықта отыр екен. Үйге қайтпадыңыз ба? Деп сұрады дәрігер. Жоқ. Туысыңыз ба? Нұрлан сәл ойланып қалды. Сосын баяу ғана. Жоқ. Бірақ ол мен үшін өте қымбат адам. Айсұлудың көзінен жас ыршып кетті. Ол есікті ақан жауып, төсегіне қайта отырды. Өмірінде алғаш рет өзін біреуге соншалықты керек адамдай сезінді. Таң ата бергенде телефонға хабарлама келді. Мадинадан. Апа, кешегі сөздерім үшін кешіріңіз. Мен қорықтым. Бірақ сіздің бақытты болғаныңызды да қалаймын. Тек абай болыңызшы. Айсұлу көз жасын сүртіп отырып жауап жазды. Рахмет, қызым. Сол сәтте ол терезеден сыртқа қарады. Күннің алғашқы шапағы көріне бастаған еді. Бірақ дәл сол кезде дәлізден асығыс аяқ дыбыстар естілді. Бірнеше медбайке жүгіріп өтті. Артынша Нұрланның дауысы шықты. Не болды? Біреу қатты дауыспен. Жүрек талмасы, реанимацияны дайындандар. Кім? Деді Нұрлан. Медбайкенің жауабы екеуінің де өмірін тағы бір сынаққа салғалы тұрғанын аңғартты. Ержан мырзаға хабарласыңдар. Науқас оның әкесінің туысы. Нұрланның жүзі бір сәтте бозарып кетті. Ол Айсұлудың палатасына қарай бұрылды. Ал Айсұлу оның көзінен қорқынышты анық көрді. Нұрлан палата есігін ашып кіргенде жүзінен үрей анық байқалып тұрды. Айсұлу, не болды? Жаңа ғана реанимацияға түскен. Әйелінің әпкесі екен. Айсұлу орнынан көтерілді. Жағдайы қалай? Дәрігерлер ештеңе айта алмай жатыр. Нұрлан қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Осы уақытқа дейін сабырлы болып көрінген ер адамның иығы
төмен түсіп кеткен еді. Бар, деді Айсұлу ақырын. Жақындарының қасында бол. Ал сен ше? Мен жақсымын. Нұрлан оған қарап тұрды. Кешке келемін. Уайымдама, мен ойламай-ақ қой. Сен ойламау қолынан келмейді. Ол шығып кеткен соң Айсұлу ұзақ уақыт үнсіз отырды. 2 күннен кейін Айсұлуды ауруханадан шығарды. Үйіне келгенде бәрі бұрынғы қалпына тұрғандай көрінді. Тек өзі өзгерген еді. Үстел үстіндегі гүл, сөредегі кітаптар, ас үйдегі сағаттың тықылы. Бірақ үйдің ішіндегі тыныштық бұрынғыдай жайлылық емес, жалғыздық болып сезілді. Телефонына хабарлама келді. Нұрлан, үйге аман жеттің де? Айсұлу, иә, сен ше? Нұрлан, апайдың жағдайы тұрақталды, бірақ біраз уақыт бақылауда болады. Айсұлу терең дем алды. Өзіңді күт. 1 минуттан кейін жауап келді. Сен де, көп ұзамай кездесеміз. Ол еріксіз күлімсіреді, бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Келесі күні кітапханаға келгенде әріптесі Гүлмира оған ерекше көзқараспен қарады. Айсұлу, денсаулығың қалай? Жақсырақ. Ауруханада жалғыз жатпаған көрінесің. Айсұлу селк ете қалды. Не айтқың келіп тұр? Гүлмира күлімсіреп. Ештеңе, қала кішкентай ғой. Бір кісі сені күнде келіп қарап жүріпті дейді. Әсел бірден сөзге араласты. Оның несі айып? Адамдық қой. Гүлмира иығын көтерді. Әрине, бірақ жұрттың аузына қақпақ бола алмайсың. Айсұлу үнсіз қалды. Сол күні түскі үзілісте тағы 2 әріптес оған астарлап сұрақ қоя бастады. Ол кісі күйеуінің туысы ма? Жоқ. Онда кім? Айсұлуның іші мұздап кетті. Ол алғаш рет қауесеттен басталғанын түсінді. Кешке подъезге кіріп келе жатқанда көршісі Раушан апай тоқтатты. Қызым, жағдайың жақсы ма? Иә, апай. Ауруханада жанынан шықпай жүрген ер адам кім? Айсұлуның өңі өзгеріп кетті. Таныс адам. Ей, абай бол, адамдар түрлі нәрсе айтады. Не дейді? Раушан апай даусын бәсеңдетті. Жесір қалған соң есі шығыпты деп жатыр. Бұл сөз Айсұлудың жүрегіне қанжардай қадалды. Ол ештеңе деместен үйіне кіріп кетті. Есікті жапқан бойда көзінен жас парлап кетті. 52 жасында бақытсыз деген үшін айыпты болған ма? Сол түні Нұрлан келді. Қолында жеміс пен кітап бар. Қалайсың? Айсұлу үнсіз тұрды. Не болды? Біз бұлай жалғастыра алмаймыз. Нұрлан сасып қалды. Неге? Өсек басталды. Өсек әрқашан болады. Қызым қиналып жүр. Көршілер сөйлеп жатыр. Айсұлу, мен шаршадым. Нұрлан үнсіз оның жүзіне қарады. Сен де шаршайсың. Бірақ, жоқ. Айсұлу көз жасын сүртті. Мүмкін, осы жерден тоқтағанымыз дұрыс шығар. Нұрлан кітапты үстелге қойды. Сен мұны шын айтып тұрсың ба? Иә. Көзіме қарап айтшы. Айсұлу оның көзіне қарады, бірақ даусы дірілдеп кетті. Біз енді кездеспейік. Ұзақ үнсіздік орнады. Нұрлан ақырын басын изеді. Жарайды. Егер бұл шешім сені тыныштандырса, мен кетемін. Ол бұрылып есікке қарай беттеді. Есікті ашар алдында тоқтап қалды. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Айсұлу үнсіз тыңдап тұрды. Мен сені қайта тапқан күнімді өмірімдегі ең бақытты күндердің бірі деп санаймын. Ол артына қарамастан шығып кетті. Есік жабылды. Сол сәтте Айсұлу жүрегінің бір бөлшегі үзіліп кеткендей болды. Келесі күндер ауыр өтті. Таңертеңгі хабарламалар жоқ. Қайырлы таң деген сөз жоқ. Түскі уақытта телефонға қарау әдеті ғана қалған. Кешкі үнсіздік бұрынғыдан да ауыр еді. 3-ші күні Мадина хабарласты. Апа, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Даусыңыз көңілсіз. Шаршадым. Ол кісімен сөйлесіп жүрсіз. Айсұлу аз үнсіз қалды. Жоқ. Мадина жеңіл дем шығарды. Бәлкім, сол дұрыс шығар. Айсұлу көзін жұмды. Бәлкім. Бірақ телефонды қойған соң, ол жылап жіберді. Өйткені, дұрыс шешім әрдайым бақытты шешім бола бермейтін түсінді. 5-ші күні кешке есік қоңырау соғылды. Айсұлу ашуға асықпады. Қоңырау тағы соғылды. Ол есікті ашты. Бірақ сыртта Нұрлан емес еді. Ержан тұр екен. Нұрланның ұлы. Сәлеметсіз бе? Деді ол қысылып. Сәлеметсің бе? Әкем үйде жоқ. Маған неге келдің?
Ержан көзін төмен түсірді. Соңғы күндері ол мүлде өзгеріп кетті. Қалай? Тамақ ішпейді, ұйықтамайды, ешкіммен сөйлеспейді. Айсұлудың жүрегі шым ете қалды. Ол сізбен араласпай қойғаннан кейін осындай болып кетті. Ержан алғаш рет оның көзіне тіке қарады. Мен сіздерді түсінбеген шығармын. Не айтқым келіп тұр? Егер әкем сізді шынымен жақсы көрсе, ол сөзін аяқтай алмай қалды. Сол сәтте Ержанның телефоны шырылдады. Иә? Оның жүзі бірден өзгеріп кетті. Не? Не болды? Деді Айсұлу қорқып. Ержанның ерні дірілдеп шықты. Әкем. Не болыпты? Әкемді таба алмай жатыр. Айсұлуның өңі қуарып кетті. Қалайша таба алмай жатыр? Таңертең үйден шығып кеткен, содан бері телефоны өшірулі. Осы сәтте Айсұлуның жүрегін қорқыныш биледі. Нұрлан қайда кетті? Оған не болды? Және ең қорқыныштысы, бұл олардың соңғы қоштасу болып кетпей ме? Айсұлудың қолындағы кесе жерге түсіп, быт-шыт болып сынды. Бірақ ол оны байқамады. Не дедің? Деп сыбырлады ол. Ержанның өңі қашып кеткен еді. Әкем таңертең үйден шығып кеткен. Телефоны үйде қалған. Ешкімге ештеңе айтпаған. Полицияға хабарластыңдар ма? Әлі жоқ. Бәлкім қаныстарына кеткен шығар деп күтіп отырмыз. Нұрлан ондай адам емес. Мен де солай ойлаймын. Айсұлу жүрегінің дүрсілін тоқтата алмады. 5 күн. 5 күн бойы ол Нұрланнан қашып жүрген. Ал қазір оның аман есен жүргенін ғана тіледі. Жүр, деді ол күрт. Қайда? Іздейміз. Алдымен олар Нұрлан жиі баратын шайханаға барды. Сәлеметсіздер ме? Деді Ержан қызметкерге. Әкем келді ме бүгін? Орта жастағы даяшы басын шайқады. Жоқ балам, бірақ... Не болды? Соңғы келгенінде көңілсіз отырды. Ұзақ уақыт ешкіммен сөйлеспей кеткен. Айсұлу үнсіз қалды. Сол күн есіне түсті. Ол Нұрланға енді кездеспейік деген күн. Олар саябаққа барды. Нұрлан мен Айсұлу алғаш ұзақ серуендеген жер. Сары жапырақтар аяқ астында стырлап жатты. Әкең осында келетін бе? Деп сұрады Айсұлу. Кейде. Орындықтардың біріне көз тоқтатты. Дәл сол жерде Нұрлан. Мен 30 жыл күттім, деген еді. Айсұлудың көзінен жас шығып кетті. Егер оған бірдеңе болып қалса, олай демеңіз, деді Ержан. Бірақ оның өз даусы да сенімсіз шықты. Кешке қарай олар Нұрланның ескі досы Болатқа барды. Нұрлан жоғалып кетті ме? Деді Болат таңырқап. Иә. Болат ойланып қалды. Соңғы кезде ол бір жер туралы айтып жүретін. Қандай жер? Ауыл? Ауыл? Иә, мектеп бітірген соң әскерге кетер алдында үнемі баратын төбе бар еді дейді. Жалғыз қалғанда сол жерге барғың келеді деп айтып жүрді. Айсұлу селк етті. Қай ауыл? Болат мекенжайды айтып берді. Қазір барасыңдар ма? Иә, деді Айсұлу ойланбастан. Ержан оған қарап қалды. Түн болып қалды ғой. Күтетін уақыт жоқ. 1,5 сағаттан кейін олар ауылға жетті. Күзгі түн, қараңғылық. Алыстан иттердің үрген дауысы ғана естіледі. Болат айтқан төбеге қарай көтерілді. Айсұлудың тынысы тарылып кетті. Нұрлан! Деп айқайлады Ержан. Жауап жоқ. Әке! Тағы үнсіздік. Айсұлудың аяқтары дірілдей бастады. Нұрлан! Деп өзі де айқайлады. Жел ғана жауап берді. Ол көз жасын тыя алмады. Құдайым, аман болсыншы. Сол кезде Ержан. Қараңыздар! Деп айқайлап жіберді. Төбенің ар жағында көліктер екен. Нұрланның көлігі. Айсұлу жүгіре жөнелді. Көліктің есігі ашық тұр. Ал одан сәл әріректе төбенің шетінде бір адам отыр екен, арқасын беріп. Әке! Деп жүгірді Ержан. Адам баяу бұрылды. Нұрлан. Аман. Айсұлу сол сәтте аяқ астынан әлсіреп, тізерлеп отыра кетті. Көз жасы тоқтар емес. Әке, неге бұлай істедіңіз? Деп айқайлады Ержан. Нұрлан таңырқап қарады. Не болды? Біз сізді іздеп кеттік. Мен жай ғана жалғыз қалғым келді. Ол көзін Айсұлуға түсірді. Сен? Айсұлу орнынан тұрды. Сенің жоғалып кеткеніңді айтты. Мен... Нұрлан үнсіз қалды. Сосын баяу ғана. Телефонды әдейі алмадың. Неге? Ол төбеден төмен қарап тұрды. Шаршадың. Неден? Күресуден. Ержан үнсіз шетке шығып кетті.
Әкесі мен Айсұлу жалғыз қалды. Сен шынымен кеткеніңді қалап тұрсың ба? Деп сұрады Нұрлан. Айсұлу жауап бере алмады. Айтшы. Сен кеткеннен кейін үйге кіргім келмеді. 40 жыл бұрында сені жоғалттым. Енді тағы жоғалтқым келмеді. Айсұлу көз жасын сүртті. Мен адамдардан қорықтым. Ал мен сенсіз қалудан қорықтым. Қызым, ұлым, өсек, жалғыздық. Екеуі де үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін Нұрлан ақырын. Айсұлу, мен 55 жастамын. Білем, өмірімнің қанша қалғанын білмеймін. Бірақ қалған күндерінде шын өмір сүргім келеді. Айсұлу көзін жұмды. Жүрегі бұрынғыдан да қатты соғып тұрды. Ал сен? Ол баяу ғана басын көтерді. Мен де қорқып өмір сүргім келмейді. Нұрлан сенбей қалғандай оған қарады. Не дедің? Айсұлу жылап жіберді. Мен де сені жоғалтқым келмейді. Нұрлан бір қадам жақындады. Айсұлу, маған енді кет деме. Ешқашан демеймін. Осы сөзден кейін ол Айсұлуды құшағына басты. Екеуі де үнсіз жылады. Бұл өкініштің жасы емес еді. Бұл қайта табысқан екі жүректің жасы еді. Біраздан кейін Ержан жақындады. Ол әкесіне ұзақ қарап тұрды. Сосын, әке, иә, мен сізді мұндай күйде бірінші рет көріп тұрмын. Нұрлан үндемеді. Егер бұл адам сізді бақытты етсе, ол Айсұлуға қарады. Мен қарсы болмайын. Айсұлу таңырқап қалды. Рас па? Ержан басын изеді. Мен бүгін әкемді жоғалтып алам деп қорықтым. Сонда ғана оның жалғыз екенін түсіндім. Нұрлан ұлының иығына қолын қойды. Рахмет балам. Ержан көзін тайдырып әкетті. Бірақ Мадина апайды көндіру сіздердің жұмыстарыңыз. Осы сөзден кейін үшеуі де күліп жіберді. Ұзақ уақыттан кейінгі шынайы күлкеді. Төбеден төмен түсіп келе жатқанда Айсұлу кенет тоқтап қалды. Телефоны шырылдап жатыр екен. Экранда Мадина деген жазу. Ол қоңырауды көтерді. Я қызым? Ар жақтан дірілдеген дауыс естілді. Апа, сіз қазір қайдасыз? Неге? Мен сізге маңызды нәрсе айтуым керек. Не болды? Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын Мадина жылап жіберді. Апа, мен ауруханадамын. Айсұлудың жүрегі зу ете қалды. Не болды? Айлин жоғалып кетті. Телефон Айсұлудың қолынан түсіп кетті. Нұрлан мен Ержан оған шошып қарады. Ал Айсұлудың құлағында бір ғана сөз жаңғырып тұрды. Айлин жоғалып кетті. Айсұлудың қолынан телефон сырғып түсіп кетті. Не болды? Деді Нұрлан абыржып. Айсұлудың ерні дірілдеп шықты. Айлин жоғалып кетіпті. Не? Ержан да шошып қалды. Қалай жоғалып кеткен? Айсұлу телефонды қайта алып дірілдеген дауыспен. Мадина, сабыр сақташы. Не болған басынан бастап айт. Ар жақтан қыздың жылаған дауысы естілді. Біз дүкенге кіргенбіз. Бір сәтке көзден таса болып кетті. Қазір полиция келді. Аурухананың жанындағы балалар бөлмесінде отырмыз. Мен қазір жетемін. Қоңырау үзілді. Жүріңдер, деді Айсұлу. Үшеуі бірден көлікке отырды. Жол бойы ешкім үндемеді. Айсұлу қолындағы тәспі сияқты телефонды қысып ұстап отырды. Ештеңе болмайды, деді Нұрлан. Құдайым, аман болса екен. Табамыз. Оның дауысы сенімді шықты. Бірақ рөлде отырған қолдарының дірілін жасыра алмады. Ауруханаға жеткенде Мадина дәлізде жылап отыр екен. Анасын көре сала құшақтап алды. Апа, қызым, тынышталшы. Қайда жоғалды? Дәріханаға кіргенбіз. Бір сәтке бұрылып едім. Полиция не дейді? Іздеп жатыр. Сол кезде жас полиция келді. Сіздер Айлиннің туыстарсыздар ма? Иә. Аурухананың бейнебақылау камераларын қарап жатырмыз. Уайымдамаңыздар. Мадина тағы жылап жіберді. Осы сәтте Нұрлан оның жанына барып, қызым, бәрі жақсы болады, деді. Мадина алғаш рет оған қарсы шықпады. Тек үнсіз басын изеді. 1 сағат өтті, 2 сағат өтті. Әр минут бір жылдай созынды. Айсұлу жүре алмай қалды. Нұрлан оған су әкелді. Ішіп ал. Тамағынан өтпейді. Өзімді ұста. Менің немерем табылады. Осы кезде Ержан жүгіріп келді. Тапты. Не? Айлин табылды. Мадина орнынан атып тұрды. Қайда? Аурухананың балалар ойын бөлмесінде ұйықтап қалыпты. Қорқып кетіп, жасырынып қалған екен.
Мадина көз жасын тия алмай, «Құдайға шүкір», деп жылады. Айсұлу орындыққа отыра кетті. Тізесінен әл кетіп қалған еді. Нұрлан оның иығына қолын қойды. «Бәрі жақсы». Айсұлу оның қолын қысып ұстады. «Рахмет». Бірнеше минуттан кейін Айлинді алып келді. Кішкентай қыз әжесін көре сала жүгіріп келді. «Әже, сиыр ұстағызын же!» «Құлыным!» Айсұлу оны құшақтап бетінен сүйе берді. «Қорқыттың ғой мені». «Кешіріңіз». Мадина қызына қарап жылап тұрды. Сол кезде ол Нұрланға бұрылды. «Сіз де бізбен бірге уайымдадыңыз?» «Әрине». «Неге?» Нұрлан біраз үнсіз қалды. Сосын: «Өйткені сендер Айсұлудың отбасысыңдар». Мадина көзін төмен түсірді. Түнге қарай бәрі тыныштала бастады. Айлин анасымен бірге үйіне қайтуға дайындалды. Аурухананың дәлізінде Мадина Айсұлу мен Нұрланды тоқтатты. «Апа!» «Иә?» «Мен сізден кешірім сұрағым келеді». Айсұлу таңғы қап қарады. «Не үшін?» «Мен тек жұрттың не айтатынын ойладым. Бірақ бүгін қызымды жоғалтып алам деп қорыққанда, адамның ең маңыздысы жақындардың жанында болу екенін түсіндім». Ол Нұрланға қарады. «Сіз де қасымызда болдыңыз». Нұрлан үндемеді. «Егер сіз анамды бақытты етсеңіз...» Мадинаның даусы дірілдеп кетті. «Мен қарсы болмаймын». Айсұлу көз жасын сүртті. «Қызым». Мадина анасын құшақтап алды. «Бақытты болыңыз, апа». Үйге қайтар жолда көлікте үнсіздік орнады. Бірақ бұл жолғы үнсіздік ауыр емес еді. Нұрлан ақырын ғана: «Естідің бе?» «Нені?» «Қызыңның сөзін». Айсұлу жымиып қойды. «Иә». Демек, бізге қарсы болғандардың жүрегі де шынсара бастаған шығар». Нұрлан күліп жіберді. «Онда менің де бір ұсынысым бар». «Қандай?» «Ертең кешке бірге кешкі ас ішелік». «Тек кешкі ас па?» «Әзірге сол». «Жарайды». Олар бір-біріне қарап күлімсіреді. Үйінің алдына келгенде Нұрлан көлікті тоқтатты. «Айсұлу?» «Иә?» «Мен көп нәрсені жоғалттым. Бірақ сен екінші рет жоғалтқың келмейді». Айсұлу оның жүзіне ұзақ қарады. «Мен де». «Онда енді қорықпайық». Осы кезде Нұрлан қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. «Бұл не?» деді Айсұлу таңа қап. «Ашып көр». Айсұлу қорапшаны ашты. Ішінде күміс сақина жатыр екен. «Нұрлан!» «Бұл ұсыныс емес». «Онда?» «Бұл уәде». «Қандай уәде?» «Егер сен келіссең, енді біз ешқашан бір-бірімізден айырылмаймыз». Айсұлуның көзінен жас ақты. Ол жауап бермек болған сәтте Нұрланның телефоны шырылдап қоя берді. Экранда белгісіз нөмір. «Алло?» Нұрлан тыңдап тұрып, өңі бозарып кетті. «Не дедіңіз?» «Қашан?» Айсұлуның жүрегі зу етті. «Не болды?» Нұрлан телефонды баяу түсірді. «Мен ертең таңертең облыстық ауруханаға шақырып жатыр». «Неге?» Нұрланның даусы әрең шықты. «Тексеру нәтижелері дайын болыпты». «Қандай тексеру?» Ол Айсұлуға қарады. Көзінде қорқыныш пайда болған еді. «1 ай бұрын анализ тапсырған едің». «Нұрлан, дәрігерлер маңызды әңгіме бар» деді. Айсұлу сақинаны алақанында қысып тұрып қалды. Жаңа ғана жақындаған бақыт тағы да сынаққа тап болғандай еді. Түн Айсұлу үшін өте ұзақ өтті. Көзін жұмса болды. Нұрланның қорқынышқа толы жүзі көз алдына келе берді. «Дәрігерлер маңызды әңгіме бар» деді. Осы сөз қайта-қайта есіне түсті. Таң ата салысымен өзі хабарласты. «Қайдасың?» «Ауруханаға бара жатырмын». «Мен де барам». «Қажеті жоқ». «Бар». «Айсұлу, бұл жол қарсы келме». Нұрлан үнсіз қалды. Сосын күліп жіберді. «Жарайды, облыстық аурухана, ұзын дәліз, ақ қабырғалар, жүйкені жұқартатын тыныштық». Нұрлан мен Айсұлу дәрігердің кабинет алдында қатар отырды. Бірақ еш қайсысы сөйлей алмады. Бір кезде есік ашылды. «Нұрлан Сергілі?» «Мен?» «Кіріңіз». Нұрлан орнынан тұрды. Айсұлу оның қолынан ұстап қалды. «Қорықпа». Нұрлан жымиған болды. «Сен қасында тұрғанда қорқу қиын екен». Ол кабинетке кіріп кетті. Жарты сағат өтті. Айсұлу үшін бұл жарты сағат бірнеше жылдай көрінді. Ақыры есік ашылды. Нұрлан шықты. Бірақ жүзіне қарап ештеңе түсіну мүмкін емес еді. «Не деді?» Нұрлан үндемеді. «Нұрлан!»
Сосын ол кенет күліп жіберді. Қорқытып қойған екен. Не? Қатерлі ісік емес. Айсұлу көзін жұмып жіберді. Құдайға шүкір. Бауырда аздап мәселе бар екен. Ем қабылдау керек. Айсұлу көз жасын сүртті. Мен сені жек көрем. Неге? Қорқытқаным үшін. Нұрлан күліп жіберді. Сол сәтте екеуі де өмірдің қаншалықты қысқа екенін тағы бір рет түсінді. Ауруханадан шыққан соң олар саябаққа барды. Күз аяқталып келе жатқан. Ағаштардың көбі жалаңаштанып қалған. Бірақ күн жарқырап тұрды. Айсұлу. Иә? Кеше берген сақинаны есінде ме? Әрине. Жауабыңды естіген жоқпын. Айсұлу жымиып қойды. Ұмытып кетіппін. Әдейі істедің. Мүмкін. Нұрлан оның алдына келіп тоқтады. Онда тағы сұраймын. Тыңдап тұрмын. Қалған өміріңді менімен өткізгің келе ме? Айсұлу көзін төмен түсірді. 30 жыл бұрын осы сөзді естуді армандаған. Тағдыр кешіктіргенімен мүлде тартып алмаған екен. Иә. Нұрлан үнсіз қалды. Иә? Иә. Ол қуанып кеткеннен не істерін. Сонда келістің бе? Келістім. Шынымен бе? Неше рет айтайын. Екеуі бала сияқты күліп жіберді. Бір аптадан кейін екі отбасы бір дастархан басына жиналды. Мадина, Ержан, Айлин. Жақын туыстар. Бұрынғыдай салқындық жоқ. Керісінше, бәрі бір-бірін түсінуге тырысып отыр. Айлин болса ең қуанышты адам еді. Әже, енді Нұрлан ата бізбен бірге тұра ма? Бәрі күліп жіберді. Әлі шешкен жоқпыз, деді Нұрлан. Тұрады, деді қыз бала сенімді түрде. Неге? Өйткені әжем қасында жүргенде күледі. Дастархан басы бір сәтке үнсіз қалды. Баланың сөзі үлкендердің айта алмаған шындығын айтып берген еді. Көп ұзамай шағын неке қию рәсімі өтті. Үлкен той болған жоқ. Даңғаза музыка да болған жоқ. Тек ең жақын адамдар ғана жиналды. Неке куәлігіне қол қойған кезде Айсұлу көз жасын тыя алмады. Жылама, деді Нұрлан. Бұл бақыттың жасы. Онда мен де жылайын ба? Өзің біл. Ер адамға жараспайды. 55-тегі күйеуге бәрі жарасады. Екеуі күліп жіберді. Сол күні кешке олар жаңа үйлерінің балконында отырды. Аспанда жұлдыздар жымыңдап тұр. Қала баяу тынышталып барады. Нұрлан шай құйып берді. Бір нәрсе сұрайыншы? Сұра. Егер уақытты кері қайтара алсақ, не істер едің? Айсұлу біраз ойланып қалды. Бұрын мен бәрін өзгертетін едім деп жауап берер едім. Ал қазір? Қазір жоқ. Неге? Өйткені сол қиындықтардың бәрі бізді осы күнге алып келді. Нұрлан басын изеді. Дұрыс айтасың. Ал сен ше? Мен де ештеңе өзгертпес едім. Тіпті 30 жылдық айырылықты ма? Иә. Қызық екен? Нұрлан күлімсіреді. Өйткені сені бәрібір табар едім. Айсұлу еріксіз күліп жіберді. Қартайғанда романтик болып кетіпсің. Кеш болса да үйреніп жатырмын. Түн ортасына таман олар үнсіз отырып қалды. Жел баяу есіп тұр. Айсұлу басын Нұрланның иығына қойды. Бақыттымын. Мен де. Кейде сенбеймін. Неге? 50 жастан кейін өмір қайта басталуы мүмкін екеніне. Нұрлан оның қолын ұстады. Өмірдің көктемі күнтізбеге қарамайды. Айсұлу күлімсіреді. Сол сәтте ол өткендегі өкініштерді де, жалғыздықты да, қорқынышты да ұмытқандай болды. Өйткені дәл қазір жанында сүйген адам отыр еді. Ал бұл кейде бүкіл әлемнен де қымбат болатын. Сол түні Айсұлу күнделігінің соңғы бетіне бір ғана сөйлем жазды. Махаббаттың жасы болмайды. Кейде ол кеш келеді. Бірақ келген кезде бүкіл күткен уақытында ақтайды. Ол күнделікті жапты. Терезеден сыртқа қарады. Күз аяқталып бара жатты. Бірақ оның жүрегінде жаңа ғана көктем басталған еді. Соңы.